Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Белгілі қоғам белсендісі Жанболат Мамайдың жары Инга Иманбай да журналист ретінде көпшілікке танымал. Елдегі бірқатар түйткілді жайларға тоқталып, ашық көзқарасын білдірген ол, бүгінгі таңда халықты шулатып жатқан Байбек мырзамен арадағы дау-дамайдың себеп салдарын түсіндіріп берді. Жалпы бұл істе біз енді ғана қолға алдық, сондықтан Байбек бірінші емес және соңғы да емес. Халықтың көзін ашып барлық жемқорлар туралы осындай зерттеу жасау жоспарымызда бар. Байбек туралы мәліметтерді біз ашық ақпарат көздерінен және мемлекеттік органдардың сайттарынан таптық. Мысалы, Бауыржанның әпкесіне тиесілі мекеме Дос Мұқасан ансамблі жайында фильм түсіремін деп, осыдан бірнеше жыл бұрын мемлекеттен 154 миллион теңге алған. Ол фильмді 2020 жылдың аяғында тапсыруы тиіс болатын. Біз осы мәліметті тексердік, келісім шарт жасалған, бірақ фильм жоқ. Біз бұл зерттеуімізді тоқтатпаймыз. Жұмыс жалғаса береді. Жақында Медеу аудандық сотына байланысты үлкен дау шықты. Ал біз дәл қазір ұзақ жылдар бойы сотты басқарып Назарбаевтың жанында жүрген бір дөкей туралы мәліметтерді жинастыру үстіндеміз. Ол жайында да фильм дайындап жатырмыз. Ол әрине кәсіпорындар мен бизнесті өзінің атына тіркемеген, бірақ оның әке-шешесінің, әпкесінің, әйелінің, туысқандарының атына бірнеше мекеме бар. Ең басты бизнес серіктесі қарағандылық ағайынды Ахметовтер. Олардың екеуі мемлекеттік қызметте болса, Байбектің қолдауымен келген деп топшылаймыз. Қалған екеуі ондаған кәсіпорынның меншік иесі. Бұлардың әкесі де көптеген мекемеге қожалық етуде, ал бұл Ахметовтер Байбектің әкесімен бизнес серіктес. Мысалы, дәл қазір Рахат базарының саудагерлері дау көтеріп жатыр, себебі оның жаңа қожайыны Ахметов базарды жауып тастамақ. Ал бұл базардың 1 гектар жерін Ахметовке берген кім? Ол кездегі Алматының әкімі Бауыржан Байбек. Әлеуметтік желіде тараған монологтары мен жазбаларында Жанболат ол фильмде аталған жемқорлық әрекеттің барлық дерегі мен фактілері қолында бар екенін айтады, бірақ Назарбаевтық сот Жанболаттың дәйегін қапер қылады деп ойлайсыз ба? Сұрағыңыз өте орынды, себебі Назарбаевтың соттық талай құқайын көрген ДАТ газеті мен Ермұрат аға бұл органнан шындық іздеудің қажеті жоқ екенін жақсы біледі. Сол себепті де Жанболат Байбекті сотқа жүгінбей ашық дебатқа тікелей эфирде шығып барлық мәселені талқылауға шақырды. Біздің өзімізде талай сот пен оттан өттік. Бірде-бір сот біздің келтірген дәлелімізді қаперге алып әділетті шешім шығарған емес. Айтпақшы, Байбекпен бұл бірінші соттасуымыз емес. 2016 жылы Байбек Алматыда әкім болып тұрған тұста Алматы жарнаманы басқаратын Сыздықов деген азамат Трибуна газетін сотқа берген еді. Ол мақалада дәл осы Байбек пен Сыздықовты сынаған едік. Медеу аудандық соты біздің барлық арыз талаптарымызды жоққа шығарып, құлағына да қыстырмастан бір күннің ішінде Сыздықовтың пайдасына шешім шығарып берді. Халықаралық ұйымдар қанша шу көтерсе де, журналистер қауымдастығы ара түссе де билік дегенін жасады. Яғни сот биліктің қудалау құралына айналған. Өздеріне қарсы шыққан, сын айтқан кез келген тұлғаны немесе ұйымды жауып тастау үшін, қамау үшін пайдаланатын жазалау органы сот. Оның үстіне бұл сотта Назарбаевтың Нұр Отандағы бірінші орынбасарының мәселесі қаралады. Байбек сотқа берместен бұрын бұл мәселені Назарбаевпен ақылдаспады ма? Келісімін алмады ма? Әрине ақылдасы, сотқа беруге келісімін алды. Нұр Отан мен Назарбаев жүрген жерде қайдан әділдік болсын, бірақ бұл сотта біз шындықты айтуға, оны жұртшылыққа жеткізуге тырысамыз. Бұл сот біз үшін саясаттың кезекті трибунасы болады. Айтпақшы, тағы да сол әлем желіден көріп білдік. Өткен аптада пара алу үстінде ұсталған алматылық судья Байбектің жаңа келіншегімен құрбылас екенін айтыпты. Елдегі саяси билікке мүдделі осындай соттар Жанболаттың қорғану уәжін назарға алады дегенге сенім жоқ. Әрине, ешқандай сенім жоқ. Медеу аудандық сотының судьясы Байбек әйелінің группаласы болып шықты. Оның өзі де ашық мойындап айтып отыр, бұл ұсталып отырған бір ғана сот. Қазақстанда жемқорлыққа батқан парақор қаншама соттар бар. Былтыр Астана сотының төрағасы Тілектес Барпыбаев жеке ұшақпен Германияға отбасымен бірге ұшқаны белгілі болды. Соттың жеке ұшақпен жүретінде қандай қаржылық мүмкіндігі болуы мүмкін?
бір ғана жалақыға қарап отырған сот бұлай жүре ала ма? Кәсіпкердің ұшағы деп ақталғанын білеміз. Барпыбаевтың. Кімнің ұшағы болса да бұл жемқорлықтың көрінісі емес пе? Соңғы жылдары сот жүйесінен 46 судья аластатылған екен. Негізінен жемқорлық үшін. Мұны жоғарғы сот төрағасы Асановтың өзі айтып отыр. Біздің соттар баяғыда атқарушы биліктің қолшоқпарына айналған, тәуелсіз сот деген атымен жоқ. Бірақ бір нәрсені айтқым келеді. Назарбаевтың сотында жеңілсек те, халық сотында біз жеңіп шығамыз. Себебі халық қазір байбектер мен соттардың сөзіне емес, біздердің, сіздер сияқты тәуелсіз ақпарат құралдарының айтқанына сенеді. Себебі біз шындықты жеңеміз. Ақиқат біздің жақта, деді Инга Иманбай ханым. Құрметті көрермен, ал сіз ақиқат кімнің жағында деп ойлайсыз? Өз ойыңызды айтар, пікіріңізді төмендегі комментарий бөліміне өтіп қалдырыңыз. Каналға жазылып, қолдау білдіруді ұмытпаңыз.